Siz beni bağlanып тоқтатыңыз. Жоқ, тоқтатып тұрген жоқ. Мен қазір тоқтатасыз. Сіз немен келіспей жатсыз? Міне мысал видео түсірейін. Түсіруге болмайды. Сіз қызмет бабындасыз, кімсіз, есіміңіз кім? Менің есімім Шолақ прокуратурасының аға прокуроры Нұрсұлтан. Болат Нұрсұлтан? Болысбаев Нұрсұлтан. Сіз түсірмеңіз. Телефонды қойыңыз, бірақ түсіруге болмайды. Түсіруге болмайды? Бұл не, запрещенное здание ма? Онда сыртқа барып шығайық. Сөзді жазып береміз. Алда қазір жауын жауып тұр. Жауын жауып тұрған жоқ, жауын жауып тұрған жоқ. Сіз арыз жаздыңыз ба? Мына кісінің іс әрекетімен келіспейсіз ба? Келіспеймін. Все, оны арыз жазып беріңіз. Қазір мына кісі сізге түсіндіреді құқықтарыңызды. Бұл сізге барып үйіңізге тексеріп отыр да, қаруды сайтыңыз бойынша. Егер келіспесеңіз, сол бойынша арыз жазып беріңіз. Мына мысалы прокурор мырза, кім дедіңіз есіміңіз? Нұрсұлтан. 5 жыл бойы, тоқтаңыз. Мен түсіріп алайын, ертең дәлел болмаған жерде факт болмайды. Мен түсірмей қойдым. Жоқ, мен мынаны түсірейін, кім түсірейін қасым. 5 жыл бойы менің құжатым осы кісіде болған, әлі де осы кісіде. Мен ұстап қолыма былай көрмегем ол қаруды. 5 жыл бойы арыз жазған, бұл кісі ақталып кеткен, оны облысқа жазған, бұл кісіге выговор берген, бар қағаздар. Прокуратура, аудан прокуроры, облыстың прокуроры да берген выговор берген бұл кісіге. Бұл кісі 5 жыл бойы мен құжатымды үйге жіберген дейді, қағаз дейді. Қағаз маған келген жоқ, мен көрген жоқпын, мен бұл кісіден алған жоқпын, не бұл кісі маған тексеру келген жоқ 5 жыл бойы. Ендіге 5 жылдан кейін келіп маған, мен 5 жыл бойы аңшы мылтығымның қаруы жоқ, мен охот жасай алмай отырдым, іс жаққа алып шыға алмаймын, дұрыс па? Заңды ма менікі? 5 жыл документі жоқ қаруды алып шығуға болмайды сейфтен. Мен даже ашып шығарғанда емеспін оны сейфтенші. Сіз бұл қаруыңызға құжат жасап беріңіз? Құжат жасап мерзімі бітті деп, мен 1 ай бұрын тапсырған, менің бір білместігім, бұл мен құжатымды алып ап, істеп беремін деп, құжатымды алып ап, мен ақша сұрап, мен ақша бермегеннен кейін мені 1 ай өткеннен кейін штрафқа тығып, ол кісі 1 ай өткеннен кейін штрафқа тығып, Динамодан қағаз алып келіп өздері. Мен жылын да білмеймін, ана делода жазылған, өзі айтады. Тоқтаңыз айтып деймін. Сосын барып, бұлар алғанда мені штрафқа тығып, штрафты төледім, 30 мың теңге. Квитанциясы бар менде, 15% скидкамен төлегем. 30 мың теңге штраф жазған, 15% 7 тәулік ішінде төлеп, мен қағазын әкеп берген бұл кісіге. Бұл кісі менің қаруымды анау деді, мынау деді, бермеді. Бермегеннен кейін, одан кейін 2 ай өткеннен, 3 ай өткеннен, 2 ай бұл кісі білмеймін, қай кезде көктемде алған, құжаттар көктемде алған. Содан бұл кісі маған декабрьдің 20-сы күні звондаған кезде мен диктофон қосып, бұл